Жақында қоғамдық өмірде біздің мәдениетіміз бен дәстүрімізге жат ұстанымдарды қоғамға таңу әрекеттері қайтадан көрініс алды. Оны бәріңіз естідіңіздер, көрген де боларсыздар. Әңгіме мерекелерде әйелдерді кемсіту, сөздерді айту, ерлер мен әйелдерді бөлек отыруға шақыру, жаңағы музыка мен әнге тыйым салу туралы болып отыр. Осы тұста Әділет партиясының ұстанымын білдіргіміз келеді. Қазақстан зайырлы мемлекет. Біз жаңа конституцияны қабылдадық. Онда ресми түрде заң мен тәртіп, зайырлылық, ұлттық бірегейлік, адамның қадір қасиеті сияқты қағидаттарды бұрынғыдан гөрі анық және жоғары деңгейге көтердік. Конституция бұл тек жай ғана құжат емес, оны мемлекет те, қоғам да құрметтеуі және қорғауы тиіс. Ешқандай діни догма конституция мен еліміздің заңнамасынан жоғары тұра алмайды. Біз кемсітушілікке, қоғамның жіктелуіне және әсіресе жастардың санасының улануына әкелетін архаикалық және радикалды түсіндірмелерді қоғамға таңуға жол бермейміз. Конституцияның талаптарын бұзуға ешкімнің құқығы жоқ. Конституциялық нормалар мен қоғамдық тәртіпті бұзуға бағытталған кез келген әрекеттер, оның ішінде онлайн әрекеттер де бірден тиісті құқықтық бағасын алуы тиіс деп санаймыз. Заңды бұзғандар жауапкершіліктен құтылмауы тиіс. Жазаның бұлтартпастығы әділетті қоғамның және заң мен тәртіп қағидатының негізгі талабы.